Саламатсыздарбы оқушылар, бүгінгі информатика сабағымызды бастаймыз. Қазір бірінші амандасып болғаннан кейін мына жерге келіп топқа бөлінейік. Екі топ таңдаймыз. Мына жерден фонарикті аламыз. Әрқайсысы жеке-жеке келіп жансаясына келіп. Ары қарай келе бер, Алихан, келе бер. Өз тобымыздың суретіне қарай екі топқа жайғасамыз. Енді балалар, өткен сабақта біз қандай тақырыпты өтедік? Қазір өткен сабақта тұспа мақсатында өрмекші торы әдіс арқылы өткен сабақта есімізге түсіріп алайық. Не өттік сол жайлы түсініп ма? Қазір әр топтан бір оқушыдан, мысалы, мына топтан бір оқушы, одан не келесі топтан шығады. Азиза баста. Кез келген сұрақты алып, сол сұраққа жауап береміз. Робот сөзін кім ойлап тапты? Робот сөзін Чарльз Капел ойлап тапты. Жарайсың. Бір балл. Өзімізді бағалап отырамыз бірден. Домбыра әдісімен бағалаймыз. Мына жерде бір сұраққа жауап берсек, бірге дейін көтереміз. Мысалы, Азиза жауап берді, Азиза бірге қояды өзінің шкаласы. Түсінікті ғой. Ары қарай, кел, қарайлым. Адам тәрізді робот қай жылы құрылды? Келесі. Натуртан, Алихан. Жансая қасымбек. Қандай роботтар кеңінен тараған өнеркәсіптік роботтар кеңінен? Жарайсың. Ары қарай. Еңбек. Роботтардың адам үшін қандай пайдасын білесің? Олар шаршамайды. Ең жақсы қасиеті шаршамайды, иә? Келесі. Рахмет. Робототехника дегеніміз не? Ол жерде роботтарды қосты. Қандай бұл? Автоматтандырылған. Жарайсың. Роботтардың қандай түрлері бар? Гироскопиялық Роботтардың. Роботтардың өнеркәсіптік, коммуналдық, тұрмыстық и химия. Медициналық. Ары қарай, Натуртан. Алихан. Роботтардың ең жақсы қасиеті. Олар шаршамайды және барлық жұмыс істейді. Тез қозғалады, иә? Жарайсың. Ары қарай. Алғашқы логикалық көгершін қанша жыл бұрын пайда болды? 300 жыл бұрын. Жарайсың. Енді балалар, бүгінгі сабақты, жаңа сабақты бастаймыз. Жаңа сабақты бастамастан бұрын қазір әдіс арқылы жаңа сабағымызды ашылады. Яғни бұрын қандай тақырыпты өтеміз сол жайлы сабағымызды ашады. Қазір екі топқа бір қазы әдісін береміз. Қазыды құрастыру арқылы бүгінгі сабақты ашамыз. Жылдам топпен орындаймыз. Қазыды құрастырамыз. Жылдам қазыды құрастырып шығамыз. Болды па? Қай топ болды? Танысыңдар. Негізінде датчиктің төрт түрі бар. Қандай? Жанасы төс датчигі, ультрадыбыстық және гироскопиялық датчик. Жарайсыңдар. Келесі топ. Сұрақтар мынадай. Роботтар қандай құрылғының көмегімен бұрылыс жасайды? Қай датчик? Бұрылыс жасайтын датчик. Қай датчик? Гироскопиялық датчик. Жарайсыңдар. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы не екен? Гироскопиялық датчик. Енді қазір жаңа сабақты бастамастан бұрын жаңа сабақ бойынша кейде көріп алайық. Тақтаға бәріміз назар аударамыз. Төрт датчик көрсетілген. Олар жанасу датчигі, ультрадыбыс датчигі, түс датчигі және гироскопиялық датчик. Бүгін біз гироскопиялық датчикті қарастыратын боламыз. Гироскопиялық датчик роботтың айналу бұрышын немесе айналу жылдамдығын өлшеуге арналған құрылғы болып табылады. Гироскопиялық грек аударғанда шекуе, көру дегенді білдіреді. Гироскопиялық
қызметтері елу бұрыштарын өлшеу және градустық секунд бойынша айналу жылдамдығын өлшеу болып табылады. Датчиктің үстіндегі екі бағыттаушы ол датчиктің жұмыс жасайтын жазықтықты білдіреді. Сондықтан robotқа датчикті дұрыс орналастыру маңызды болып табылады. Роботтың сағат тіліне бұрылуы үшін оң мәнде беріледі, ал сағат тіліне қарсы бұрылу үшін теріс мәнде беріледі. Датчиктерді біз эвактрийдің сандармен белгіленген порттарына жалғаймыз. Гироскопиялық датчик пен эвактрийді жалғауға коннектор қолданылады. Гироскопиялық датчиктер дәлірек өлшеу үшін оны қозғалмайтындай етіп мықтап орналастыру қажет. Роботтың бағдарлама жүктеу үшін эвактрийға коннектор арқылы керекті датчикті қосамыз. Бізде бүгін өтілген тақырыптағы гироскопиялық датчикті қосамыз және де эвактрийімізді USB көмегімен ноутбук немесе компьютерге жалғаймыз. Эвактрийімізді іске қосамыз. Бағдарламалар тілі Lego Milestone эвактрийді жасалатын болады. Бүгін бағдарламалар тілінде біз гироскопиялық датчик болумен танысатын боламыз. Жаңа бағдарлама құру үшін плюс таңбасын басамыз. Алдымызда бағдарлама жазуға арналған терезе шығады. Басқа блогы міндетті түрде бірінші тұрады. Одан кейін біз сары блок датчиктер орнына гироскопиялық датчикті алатын боламыз. Гироскопиялық датчиктің үш режимі болады. Өзгерту бұрыш бойынша, жылдамдық бойынша, екінші бұрыш бойынша және де салыстыру қалпына келтіру. Біз практикалық жұмыста гироскопиялық датчиктің блогын пайдалану арқылы бағдарламаны құратын боламыз. Біріншіде бізде астау блогы тұрады және сары түсті. Одан кейін әрекет блогына біз тәуелсіз моторды алып келеміз және екі мотордың да жылдамдығын 15, бірақ бір мотордың -15-ке орналастырамыз. Кейін гироскопиялық датчикті таңдау үшін күту блогын орналастырамыз. Күту блогы бізде сарғыш түсте орналасқан. Бұл жерде біз датчикті таңдап, яғни гироскопиялық датчикті таңдап, өлшеуді таңдаймыз. Және бұл жерде біз екі тол ретінде қалады, тек қана немесе 180-ге өзгертеміз. Және де әрекет еткеннен кейін тәуелсіз моторды тоқтату үшін жасыл блокта, яғни әрекет блогына тәуелсіз мотор. Бүгінгі сабақ бойынша бейнеролик түсінікті ме? Түсінікті болса, үш оқушы шығамыз. Бүгінгі сабақ бойынша үш оқушы шығамыз. Сұхбат алу әдісі арқылы. Еңбек шығасыңдар? Онда екінші топтан шықсын еңбек. Кім орнына шығады? Жансайын орнына шықсын. Жансайын отыр. Бір топтан шығып қалыңдар. Сұхбат алу әдісі арқылы жаңа сабақты түсіндіреді. Екі оқушы сұхбаттасады. Үшінші оқушы сұхбаттан не түсінді, соны қалған оқушыларға түсіндіріп береді. Бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз гироскопиялық датчик жайлы. Гироскопиялық датчик дегеніміз айналу бұрышын және айналу жылдамдығын өлшеуге арналған құрылғының бірі. Гироскопиялық датчиктің негізгі қызметі иілу бұрышын өлшеу, градус секунд бойынша жылдамдығын өлшейді. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз гироскопиялық датчик. Гироскопиялық датчик оны орнатқанда мықтап орнату керек. Себебі ол өзінің айналу бұрышын табу үшін. Ол бұрыштарды секунд, градус, жылдамдықты анықтай алады. Ол грифтермен аударғанда көру деген мағынаны білдіреді. Мейірбек не түсіндік? Кімнің айтқанымен, Азиздан айтқанымен, Мейірбектің айтқанымен оқушыларға түсіндік. Гироскопиялық датчик ол роботтың бұрылуын немесе тағы да басқа міндеттерді атқарады. Ол роботтың бұрылуын және оның қаншалықты тез бұрылуын анықтай алады, иә? Тағы не толықтырамыз? Оны грек тілінен аударғанда көру
Şenge degeni ma'no bildiradi. Tushunibmi bugungi sababimiz? Suhbat alvasini tushundikmi? Tushunayman, so'rtamiz bormi? Qanday so'rab tushunmayapman? Bari tushunibmi? Jarayapsizlar. O'tiramiz. Endi sababimizni Arxara dalasida hozir o'quvchilarning bir o'qishi chiqib, ko'rishning xatalamiz. Bir o'qishi, ko'rishning ayzlash arak. To'pni o'rnaymiz. So'roqqa to'liq javob beramiz. 3 minut vaqt beriladi bundan. Ikkinchi to'pdan. Onda ikkinchi to'pni topib ko'rib olamizchi? Undan keyin birinchi to'p chiqadi. Boshlaymiz. Giroskopiyalik datchik qanday rejimda жұмыс істейтінін тауда. Giroskopiyalik datchik 3 rejimде жұмыс жасайды. Олар өлшеу, бұрыш, салыстыру, өлшеу режимінде олар бұрышты және жылдамдықты өлшейді. Бұрыш бұл қанша градусты айналдыратынын есептейді. Жарайсың. Болды. Birinchi to'p. Программасына сары платиналарды қандай датчик Sarı kalibrada qanday datchiklar o'rnashgan? Qancha turli datchik o'rnashgan? 4 turli. Qanday? Giroskopiyalik Jarayapsizlar, o'tiramiz. To'pni bag'alava 2 balldan ikkinchi to'pga 2 ball, birinchi to'pga 1 ball. Ikkinchi to'p javob bera olmay qoldi ya. 2 suratda ham qilib o'tamadi. Shkalamizni eslaymiz. Qaray. Bugungi tasma bo'yicha praktikalik ishimiz juptiq, ya'ni juptiqimizdan o'rnaymiz. Seni besiy bo'lgandan 2, 3 qo'shilsanda, aniqda Kriyoniz programmada, Kriyoniz fastraydi. Birinchi datchikni talab olamiz. Qanday Ecomasters бағдарламасына kimdir odan keyin programma jasab oldilar. Ya birinchi programma jasab oldilar. To'xtatma 380 gradusdan ol. Programmamiz turdi ya. Miyazga ayzdan to'g'ri jaraysizlar. 2 pay. 4 pay bosasizlar. Analarlar. Senga turdi 380 gradusdan. To'xtalma 380 gradusdan. Jaraysizlar. Najibga ya 4 ball bosasizlar. 4 ball bosinglar. Şurada programımız 380 gradusda. Jaraysizlar. Na to'pga Rahmet to'pni 4 ball. 4
қосамыз бағалауға. Қайта бағалаймыз. Араны болдың ба? Сен қоспайсың. Болдық па? Араның топтағы роботты құрастырылды, бірақ программаны жасармадық, иә? Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін бүгінгі сабағымызды бекітейік, иә? Барлығын түсіндік пе? Иә. Барлығы түсінікті болмай гироскопиялық датчикті. Қазіргі жасаған программамызды аяқтап болсақ, бағалауға аттарын жазыңдар ма? Жазып қойдық па? Жазып болсақ, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін цифрлы сандық әдісі арқылы бекітеміз. Қазір алдыларына цифрлы сандық шығады. Шыққан сандықтың ішінен оқушылар өздерінің сандықтарını таңдайсыңдар. 5 сандықтар сұрақ, 5 сандық, 3 сандықтар тосынсый шығады. Егер де оқушы тосынсыйды таңдаса, тосынсыйға ие болады. Ал сұрақ шықты, сұраққа жауап береміз. Түсінікті ғой, иә? Бастайық. Ойыншағын оқимыз. Ойыншақты түсінікті ғой, иә? Бастайық. Сандықты таңдаймыз. Кім таңдайды? Мөлдір. Үшінші. Тосынсый. Мөлдір. Тосынсый алып ішіне. Ары қарай келесі кім? Рахмет. Қай сандық? Астына ойымыз. Номер? 5-ші тұрған ба? Номер. 6. Тосынсый. Ерна. Қай, Ерна? 8. Гироскопиялық датчик не үшін роботқа қажет? Қол көтереміз. Алиман, градусты өлшеу үшін, иә? Жарайсың, отыр. Ары қарай. Қай сандық? 4-ші. Гироскоп керектігінен аударғанда қандай мағына береді? Көру, шеңбердегі мағына береді. Бірінші топ. Кім? Арайлым. Қай сандық? 5 таңдалған жоқ, иә? Тосынсый. Тосынсый Арайлым, иә? Ары қарай. Кім таңдайды? Азиза. Бірінші. Датчик түрі бар. Олар қанасы, сөз датчик, ультрадыбыстық және гироскопиялық. Жарайсың. Ары қарай. Ой, небек? 3-ші. Таңдап қойғаны. 4-ші. Екіні, иә? Таңдап мағына екі. Гироскопиялық датчик қандай қызмет атқарады? Ол өлшеуді градус, секунд, жылдамдықпен өлшеу. Жарайсың. Так, кім қалып кетті? Кенеке. 7, иә? 7 ашылды, 7 ашылды. Жоқ, ашылмады. Ашылмады. Гироскопиялық датчик қанша режимде жұмыс жасайды? Қол көтереміз.
Qanday? Salыстыру. Salыстыру, қалпына келтіру. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ма? Қазір дәптерге ашамыз. Дәптерімізді ашайық барлығымыз. Гироскопиялық датчик дегеніміз не? Сол жадан нұсқадан тез жылдам дәптерімізге түртіп аламыз. Түртіп алу әрекетіміз тез. Гироскоп бар? Жаңа кім сұраққа жауап бере алмай қалды? Кім санды таңдаған жоқ? Жаңа санды таңдамай қалдың, иә? Гироскопиялық датчик қанша режимде жұмыс істейді? Төрт қандай? Гироскопиялық датчик қанша режимде жұмыс істейді? Қандай? Салыстыру, Өлшеу. Қалпына келтіру. Жарайсың. Бағалау бойынша бекіту кезеңдегі цифрлы санатта сұраққа жауап берсеңдер бір ұпайдан, тосынсый алғандарда бір ұпай қосады өздеріне. Тосынсый шыққандарда бір ұпай көтереміз. Бағалаудан бір ұпай көтереміз бекіту кезеңінен. Көтердік пе? Бүгінгі сабақ ұнады ма балалар? Бүгінгі сабақта қандай тақырыпты өттік? Нені үйрендік? қанша режимде жүрушіні жайлы біз ақпарат алып Қандай программада жұмыс істедік? Кім айтады? Лего Майнсторм, иә? Қандай датчикпен жұмыс істедік? Қарайым. Гироскопиялық датчикте не түсіндік? Не істейді ол? Қызметі қандай? Градусқа өлшейді. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін қазір алдыңдарында iPhone тұр, телефон, иә? Не істейміз? Мына жақта iPhone-ға келген хатты оқимыз. Сол хатқа мұқият жауап береміз. Аласындағы сыйлық сендерге. Мұқият оқып отырып жауап береміз сұраққа. Жас болды ба? Кім өзін жазған оқиды? Недік? Маған бүгінгі сабақ ұнады, себебі мен көп ақпарат алдым және гироскопиялық датчикпен таныстым. Ұнады, маған бәрі түсінікті. Арғы топтан кім оқиды? Иә, маған бүгінгі сабақ ұнады, себебі біз осы сабақта гироскопиялық датчик туралы қызықты мәліметтер алдық. Маған тақырып түсінікті болды. Жарайсыңдар. Енді бүгінгі сабақ бойынша Азиза 5-10 балл, Мейірбек 10 балл, Алихан 9 балл, Алихан 9 балл, Жансая қанша? 10 балл. Ернат 8 балл, Рахмет 9 балл, Арайлым 8 балл. Сабақ аяқталды, сау болыңдар. Рахмет балалар.